Ассалаумағалейкум құрметті миллионер. Бүгінгі біздің видеомызда Bybit биржасындағы споты гридпоттың нәтижесін бірге көретін боламыз. Естеріңізде болса, алдыңғы видеоның бірінде мен сіздерге сұрақ қойған болатынмын. Осы гридпотты бір ай қосайық па, қоспайық па деген секілді. Сіздердің барлықтарыңыз бір ауызбен қосамыз деп шешім қабылдадыңыздар. Содан бері мен ботқа мүлдем тиіскен жоқпын. Бір ай емес, даже кішкене бір айдан асып уақыт өтті. Сол уақытты сіздермен бірге қазір көретін боламыз, қанша табыс алып келді. То есть бүкіл статистиканы қазір сіздерге көрсететін боламын. Бұл ақпаратты адамдар нарықта ақылы курс ретінде сатып жүр. Мен сіздерге тегін берудемін. Егер осы гридпотты қалай қосу жайлы ақпаратты білгіңіз келсе, жоғарғы оң жақ бұрышта мен сілтемесін қалдырып өтемін. Сол сілтемені басу арқылы толық настройкасын көре аласыздар. Видеоны жалғастырмай видеоға лайк, подписка, колокольчиктеріңізді басып, осы видеоны барлық WhatsApp, Telegram чаттарға жіберіп отырайық. Ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, егер сіздерде Bybit биржасының аккаунттарыңыз болмаса, мен төменде сілтемесін қалдырамын. Сілтеме арқылы өтіп, регистрация, верификация жасап, осы Bybitте максималды бонус, скидка алсаңыздар болады. Егер сілтеме ашылмай жатса, кейде ондай болуы мүмкін, сілтемені басасыздар, ашпайды сілтеме. Ондай болса екі вариант бар. Бірінші вариант, сіздер VPN қосу арқылы сілтемені ашсаңыздар болады. Немесе екінші вариант, сіздер тікелей Play Market, App Store арқылы Bybit биржасының сілтемесін, то есть Bybit биржасын поисқа жазып жүктеп аласыздар приложениясын, и регистрация барысында менің рефералды кодымды жазасыздар. То есть почта тұрады, пароль тұрады, и астында рефералды код деп жазылып тұрады. Сол рефералды код деген жерге 310-42 кодын жазу арқылы сіздер максималды бонус, скидка аласыздар. Себебі мен Қазақстанда қазақ тілді тұңғыш Bybit биржасының ресми серіктесі болып табыламын. Сонымен достар, менің экранға назар аударатын болсаңыздар, бізде қазір гридпот әлі қосылып тұр. Тон USDT парасымен міне ішіне кіреміз. Біздегі қазіргі гридпоттың алып келген табысы общий $179. Оның $40 мен шығарып алғам. И онымен қоса бізде бұл жақта төменгі жақта $5 мен $8 арасында мен диапазон қосқан болатынмын. Қазіргі бізге тон бағасы $7.77 болып тұр. Міне жөн жазылып тұр. Общий бізде 59 сетка. И мына жақта сіздер боттың қосылған уақытысын көре аласыздар. Бізде бот 10 мамыр күні қосылған, 10 май күні қосылған. Содан бері бізде уже даже бір айдан кішкене асып уақыт өтті. Мен қазір сізге точно есептеп берем, нақты қанша күн өткенін. И сол қанша күндегі өткен табысымызды осы 179 мен сосын процентпен бірге санаймыз. Қанша процент бізде бұл шықты. Так, сіздердің алдарыңызда мен календар алдым. Біз ботты 10 май күні қосқан болатынбыз. И осы жақтан бастап мен қазір толық нақты қанша күн екенін есептеп шығайын. В общем, примерно бізде 38 күн уақыт өткен екен. Сонда бізде бот 38 күн қосылып тұр. 38 күннің ішінде бізде $179 табыс алып келді. Осы 38-ді 179-ға бөлік, мен оны 179 бөлу 38 деп жазайын. Сонда примерно плюс-минус күніне бізде $4-7 табыс алып келіп отыр бұл бот. $4-7 бұл теңгемен шағатын болсақ, 455-ке көбейте салайын. 2143 теңге. Сонда біз күніне бұл бот бізге 2200 теңге алып келіп жатыр. Егер бұны біз өзіміздің салған депозитке байланысты есептейтін болсақ, процентмен қарайтын болсақ, мен $1965 салған болатынмын. То есть $1965-дің $179 9.2% шамасында болады. 9.1, 9.2 немесе 9.15 па сондай процент болады. Сонда 38 күннің ішінде біздің депозитке бұл бот 9.1% табыс алып келді. Мен ойымша бұл өте жақсы нәтиже. Себебі біз ешқандай рисксіз және ешқандай эмоциясыз өзіміздің депозитке примерно 9% табыс алып келдік. Ал профессионалды трейдерлер эмоция мен риск қолданып өздерінің депозиттеріне 10% табыс алып келетін болса, бір ай шамасында олар үшін өте үлкен жетістік болып табылады. Сол себепті өздеріңіз айырмашылығын байқап тұрған шығарсыздар. Енді осы ботқа келетін болсақ, ары қарай уже мен экспериментті жалғастырмай қоятын шығармын. Себебі қазір уақытта өзіңіз байқаған болсаңыздар, баға ақырындап өсіп келе жатыр. И алдағы уақытта бұл даже біздің диапазоннан жығып кетуі мүмкін. И ол кезде біздің эксперимент уже дұрыс болмай қалады. Сол себепті мен қазір уақытта бұл ботты жеке өзім былай бақылап отырамын. Егер диапазоннан шығып уже арғы диапазонға оралмайтын болса, себебі алдында бір рет диапазоннан шықты и қайтып оралды. Мен ойладым, диапазонға қайтып оралмайды десем, қайтып орал, в общем, қазір тағы да бот істеп тұр. Енді бұл экспериментті жалғастыру қазір дұрыс емес шығар, себебі шығып кететін болса диапазоннан жоғары қарай, онда уже біраз уақыттан кейін тоқтап қалады. Сол себепті мен тағы да басқа мынаны күтем, ары қарай тағы басқа монетамен ашатын боламын сделка. В общем, достар, сіздерге бұл видео пайдалы болды деген ойдамын. Егер қосымша сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазсаңыздар болады. Онымен қоса жабық клуб бойынша және жеке наставничество бойынша ақпарат білгіңіз келсе, маған жекеме жазсаңыздар болады.
сол жерде сізге толық ақпарат беретін боламын. Сіздермен болған мен Зия Құмбет. Келесі жүздескенше сау саламат болайық, барымызға чики-пау.